Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, әдемі, жұмсақ бәліштің жасалу жолымен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірақ алдымен осы бейненің төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. 2 жұмыртқаны ыдысқа саламыз, үстіне қант, тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Қант еруі қажет толығымен. Жақсылап араластырғаннан кейін жылы сүт және сұйық май қосамыз. Сүт қатты, ыстық, суық болмасын, жылы болу керек. Тағы аздап араластырып, содан кейін ашытқы қосамыз. Тағы аздап араластырамыз. Содан кейін електен өткізіп, 2 бөліп, ұнды қосамыз. Осы бәлішке қажетті барлық заттарды осы бейненің төменгі жағына жазып қоямын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ұнды қосқаннан кейін басында мен осындай күрекшемен араластырамын. Содан кейін сары май қосам. Сары майды ерітіп қосасыздар. Күрекшемен аздап араластырып, содан кейін ұнды електен өткізіп, тағы да қосамыз. Екінші бөлігін қосқаннан кейін бірден қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болып шығады, қолға жабыспайды. Жақсылап илеу қажет қамырды. Содан кейін 1,5-2 сағатқа жылы жерге алып қоясыздар. Қамыр көтерілуі керек. Ыдыстың бетін жауып, жылы жерге алып қоям. Мен кішкене үлкенірек ыдысқа ауыстырдым. Міне қамыр көтерілді, менде 1 сағат тұрды. Енді қазір бәлішті дайындауды бастаймыз. Қамырды дастарханға қоямын. 2-ге бөліп, тағы да бірнеше бөлікке бөлеміз. Әр бөлігі бірдей болғаны дұрыс, сол кезде бәліштеріңіз біркелкі болып піседі. Құрметті оқырмандар, осы YouTube каналымда тұрақты түрде тағы басқа түрлі рецептермен бөлісемін. Жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін осы бейненің төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырды елегеннен кейін үстіне орамал немесе мен сияқты салафан жауып қойыңыздар 5 минутқа. 5 минуттан кейін қамырды жұқа етіп жаямыз. Бейнеде көрсетілгендей. Қамырды жайған соң үстіне қант себу қажет. Мен қант қосам, сол кезде бәліш дәмді болады. Және қантты қамырға салғаннан кейін үстін қолмен басып жіберіңіздер. Осындай арнайы пышақ бар менде. Және тура бейнеде көрсетілгендей осылай қамырдың ортасын кесіп шығамын. Яғни қазір бәліштің формасын сіздерге көрсетейін деп жатырмын. Осылай кесіп, содан кейін бәлішті дайындаймын. Дайындау жолы өте оңай. Көрдіңіздер ме, қандай әдемі болып шығады. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да көрсетіп жіберейін. Қамырды жұқа етіп жаямыз. Онда аз ғана қосыңыздар. Қамырды жайғаннан кейін қант сеуіп, қанттың үстінен алақандарыңызбен басып жіберу қажет. Содан кейін бейнеде көрсетілгендей пышақпен қамырдың ортасын кесесіздер. Кесіп болғаннан кейін рулет сияқты орайсыздар. Әдемі бәліш болып шықты. Барлық бәлішті дайындап қойдым. Көрдіңіздер ғой, қандай әдемі болып тұр. Қазір соңғы бәлішті сіздерге көрсетейін. Уже барлығын дайындадым. Міне өте әдемі болып шықты. Енді осы бәліштердің барлығын арнайы формаға саламыз. Формаға салғаннан кейін 10 минут қойып қойыңыздар. Тағы да бәліш көтеріледі. Менде көтерілді аздап. Жұмыртқаның сарысын жағамын содан кейін. Барлық бәліштің үстіне. Менде үйдің жұмыртқасы болғандықтан өте әдемі болып тұр. Жұмыртқаның сарысының түсі ерекше болып тұр. Барлық бәлішке осылай жұмыртқаның сарысын жағып шығам. Содан кейін үстіне кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Мен мак септім әдемі болу үшін. Бірақ ол өз қалауларыңыз бойынша.
дайын бәлішті 180 градуста 20-25 минут пісіресіздер. Өз пештеріңізге қараңыздар, себебі пеш әртүрлі болады. Бәліш дайын, өте әдемі болып шықты. Баршаңызға ас болсын.